саламатсыздар ма? Бүгін 3-ші тоқсанның 1-ші бөлім бойынша жиынтық бақылауын өтетін боламыз. Тақырыбы топырақ, оның құрамы мен құрылымы. Қазақстанның топырақ түрлері. Бұл тақырып барысында біз топырақтың құрамын, түрлерін анықтап, құрылымын графикалық түрде көрсететін боламыз. Және Қазақстанда тараған топырақ түрлерін анықтайтын боламыз. Бірінші сұрақ. Берілген сұрақтарға жауап беріңіз. Тапсырмаларды орындаңыз. Бірінші сұрақтың А бөлімі. Топырақ дегеніміз не? Анықтамасын жазасыздар, жауап ретінде дұрыс болса 1 балл. Бірінші сұрақтың Б-сы. Топырақ түзуші факторларда сызбаға толықтырыңыз. Бұған жауап дұрыс болатын болса 2 балл беріледі. Біз сабақта өттік. Топырақ түзуші факторлар дегеніміз климат, адамзаттың іс-әрекеті, өсімдіктер және тірі ағзалар. Және тағы да 2 бос бағана берген. Осыны толықтырып жазасыздар. Үшінші сұрақ. Көп нүктенің орындарын толтырыңыз. Екінші сұрақтың, яғни бірінші бөлімі. Топырақтану ғылымының негізін қалаған орыс ғалымы кім? 1 балл. Екінші сұрақтың екінші бөлімі. Топырақта жүйесіз пайдаланудың нәтижесінде топырақ ауруға ұшырайды. Топырақ ауруын не деп атаймыз? Бұған жауап дұрыс болса 1 балл. Екінші сұрақтың үшінші бөлімі. Топырақтың құнарлы бөлігін ғылыми тілде не деп атайды? Жалпы қарашірінді қарашірік деп атайды. Ғылыми тілдегі атауы. Бұған 1 балл. Географиялық қабықты құрайтын жердің қабаттары. Екінші сұрақтың 4-ші бөлімі. 4 балл берілген. Келесі сұрақ. Қазақстанның физикалық картасы берілген. Картада көрсетілген табиғат зонасын анықтаңыз. Біз сабақ барысында өттік. Суретте 50 градус солтүстік ендіктің және 48 градус солтүстік ендіктің ортасындағы топырақ және соның табиғат зонасын жазасыздар. Бұған жауап дұрыс болса 1 балл. 4-ші сұрақ. Сипаттама арқылы топырақтың түрін анықтаңыз және механикалық құрамын толықтырыңыз. Бұл топырақ орманды дала және дала зоналарына кең таралған. Көп жылдық шөпті өсімдіктерінің астында борпылдақ жыныстарда түзілген және аса құнарлы топырақ деп саналады. Топырақтың түрі. Жауап дұрыс болса 1 балл. 5-ші сұрақ. Қазақстанның топырақ жамылғысын таралған облыстарын жазыңыз. Қара топырақ қай облыстары аумағын қамтиды? Қара қоңыр топырақ қай облыстар аумағын қамтиды? Қара сұр топырақ шөл және шөлейтті аймақтарда. Қандай облыстарда? Қазақстанның облыстарын қамтиды. Бұған жалпы 2 балл, 2 балл, 2 балл. Жалпы 6 балл. Барлығын қосқанда жиыны 18 баллды қамтитын тест сұрақ тапсырмалары.